Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз жеміс ағаштарының көшетін таңдау және отырғызу туралы сөз ететін боламыз. Жеміс ағашын базардан немесе сату нүктелерінен таңдаған кезде біріншіден оның тамырына мән беру керек. Оның тамырлары сау ма және де тамыры бар ма деген нәрсеге кішкене мән беру керек. Өйткені өз басынан да өтті. Одан 10 шақты жыл бұрын көшеттер алған кезде бойы биік, бойына қарап қызығып ала беретін, ал үйге келіп оны отырғызғаннан кейін оның тамыры тіпті жоқ көшеттерде сатылады екен. Әркім әрқалай ғой енді. Содан кейін ол отырғызғаннан кейін ол өспейді. 1-2 жыл бойы ауырып тұрады. Алса алып кетеді, немесе қурап қалады. Сондай жағдайлар көп болады. Сондықтан да бірінші кезекте бұның тамыры қалай дамыған және де тамыры сау ма, қазып алған кезде тамырлары осылай жақсы дамыған болу керек. Көріп отырсыздар. Бұны өзім дайындап өсірген көшеттерім, мұны тамыр жүйесі қалай жақсы дамыған міне көрініп тұр. Екінші көшетті алсақ та міне мынаның да тамыр жүйесі міне жақсы дамыған. Мынаның да тамыр жүйесі міне қалай тамаша дамыған тамыр шамамен осылай жақсы тамыр болу керек. Ол көшеттің жақсы өсіп орнығып кету үшін. Екінші мәселе, бұл жерде мына мәдени сұрыпты өсіру үшін телу жасалады. Сол телінген орны мына білініп тұрады, осыған мән беру керек. Егер бұндай белгі болмаса, жабайы, жай ғана дәннен өсірілген жабайы көшет отырғызсаңыз, оның жеміс беру мүмкіндігі және сұрыптық сәйкестігі өте нашар болады. Сондықтан да осы мына телінген орынға мән береміз. Телігу ол орысша айтқанда прививка. Міне телігу орнына мән береміз. Мына жерде өзім дайындаған көшеттерім міне мына телігу орны мына жерде көрініп тұр. Міне жалғанған жер. Мынау тамыр, мынау жабайы, мынау мәдени сұрып, сол екеуі жалғанып осындай көшет бізге дайын болады. Ол екінші мәселе. Үшіншіден, ол енді сіз мына діңгектің, қабықтың жағдайына қарайсыз. Сау ма, қарайған жер жоқ па? Осыған мән беру керек. Екінші көшетті де алсақ міне ешқандай қабықта қыршылу, қараю, ауру, ешқандай сырқау белгілер ештеңе жоқ, бәрі дұрыс. Одан кейін ғана барып, міне көлеміне қарап, кішкене көлемі бойынша таңдасаңыздар болады. Мынау міне әдемі, сондай жақсы өскен көшет мынау. Тамыры да дамыған, көлемі де жағынан. Ал мынау енді тамыры міне жақсы дамыған, үстіңгі жағы бірақ таяқ болып. Бұны мен алысқа жіберуім керек болды, сондықтан да әдейі өзім осылай өсірдім. Бұл да жақсы сапалы көшет болып саналады. Ең бастысы міне жаңа айтып өткендей міне тамыр жүйесі жақсы дамыған. Ешқандай ауру, сырқау ештеңе жоқ. Тағы да бір мән беретін нәрсе, ол күз мезгіліне қатысты. Күз мезгілінде егер көшет таңдасаңыз, мынау жаңа ғана қазып алынған көшет, міне бұның жапырақтарымен тұр, қараңыз. Қазып алынғаннан кейін, осы жапырағымен көп қалып қалса, ол бойындағы өзінің бар шырынын, бар ылғалының бәрін испарение жасап, ауаға шығарып бітірді деген сөз. Ондай көшет қыстан аман шықпайды. Сондықтан да бұны алған кезде, бұның егер жапырақтары бар болса, былай күз мезгілінде өзі түсуге дайын тұр, міне жұлып алып тастау керек. Көшетті қазып алғаннан кейін бойындағы ылғалды сақтап қалу үшін жапырақтың бәрін жұлып алып тастау керек. Міне өзі түсуге дайын, міне жеңіл ғана жұлына береді. Күз мезгілі келді ғой. Түспеген жапырақ болса, осылай жұлып алып тастау керек. Егер өзіңіз бір жерден қазып алып жатсаңыз, осындай күз мезгілінде міндетті түрде жапырақтың бәрін осылай алып тастаңыз. Түк қалдырмай жапырақты алып тастаймыз. Бүршіктер міне бәрі. Міне бүршіктер жақсы дамыған. Осы бүршіктерден жазда қайта бұтақта, жапырақта бәрі өсіп шығады. Анда жапырақтың күз мезгілінде
Одан қалса мына қазып алғаннан кейін бұл жапырақтың ешқандай керек жоқ. Оның зияны болады. Бойындағы шырынын, бойындағы судың бәрін ауаға ұшырып жібереді. Сондықтан да осыған мән беру керек. Бәрін алып тастаймыз. Егер де көшетті сатып алғаннан кейін отырғызуға мүмкіндік болмаса, оны қалай сақтауға болатынын осы видеоның соңында айтып беретін боламын. Соңына дейін қараңыздар, лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Көшетті отырғызу мәселесі. Шұңқырдың көлемі туралы айтатын болсақ, аса бір үлкен көлемде шұңқыр қазудың қажеті жоқ. Егер де топырақтың құнарлығы аса нашар болмаса, шамамен осы сияқты міне қарайған осындай топырақтар болса, аса бір көп жұмыстардың бұл жерде қажеті жоқ. Оны терең қылып қазып, оның астына көң салып деген сияқты. Көңді салған кезде оның зиянды тұстары да бар. Көңнің арасында құрт болуы мүмкін. Зәуза құрттары, олар тамырды жегенді жақсы көреді. Ал біз жаңадан отырғызған көшеттің өзі бар жоқ тамырын ол құрттар жейтін болса, оның соңы жақсылыққа келіп соқпайды. Сондықтан да мен енді талай әдіспен көрдім. Соңғы осы 2 жыл ішінде мен қалай отырғызып жүрмін, соны айтып берейін. Соңғы бір 2 жыл ішінде мен 400-ден аса көшет отырғызған шығармын. Соңғы кезде қолданып жүргенім менің тамырдың көлеміне қараймыз. Тамырдың көлемі қанша болса, содан сәл үлкендеу қылып қана шұңқыр қазамыз. Мен өз тәжірибеммен бөлісіп жатырмын. Сіздер енді көресіздер өз жағдайларыңа қарап, топырақтың мүмкіндігіне қарап. Егер құмды топырақ өте нашар болса, енді бірдеңе жасау қажет шығар. Енді мынау сияқты топырақ болса, ештеңенің аса бір қажет жоқ. Көлемі осы тамырдың көлемінен аз ғана үлкендеу болады. Тереңдігі мына жерде қазір мен дайындап қанша бір әрі кетсе бір 40 сантиметр, мына күректің биіктігі 30-дан аса болады. 35-40 дейікші, 40 сантиметр тереңдік болды. Мына көлемі де сол 40-45 диаметр сондай. Бұл жерге астына көң салу туралы айттым. Мен негізі көңді соңғы жылдар мен салып жүрген жоқпын. Осы күйі отырғызамын. Көшетті алдық. Бұдан кішкене кеңдеу болған дұрыс еді, өйткені мына тамыр үлкен болып тұр. Бұл жер енді қазір менде түсіретін көмекшім жоқ, сондықтан қазір осы күйі жасай береміз. Көшетті отырғыздық. Биіктігін қараймыз, қатты төмен болып кетпеу керек. Тамырдың мына тамыр мойны болады, сол жер бетімен теңдей болып тұру керек шамамен. Осылай көшетті қойдық, топырақты саламыз жан-жағына. Өз жерінің топырағы, мен ешқайдан анадай ештеңе араластырып жатқан жоқпын. Көңде, басқа нәрседе. Көң туралы жаңа айттым, оның арасында құрттардың зиян беруі мүмкін. Сондықтан ол жағынан байқаңыздар. Өз жеріңізде дайындалған шірінділер болса, компост деп айтады ғой, орысшасы. Шірінділер болса, шөптен дайындалған. Ондайды салуға болады, оның арасында аса бір зиянкестер жоқ. Өз тәжірибемнен қалай жасап жүргенін көрсетейін, содан кейін өз шешімдерін өздеріңіз шығарасыздар. Мен осы күйі отырғызамын. Отырғыздық. Кейін осы жағдайда мына жерге су құямыз. Мына жерге молынан су құю керек. 50-60 литр құйса да болады. Молынан суды жақсылап енді осы жер толғанша 2 рет қайталап құйсақ та болады. Өйткені мына тамырдың жанындағы мына ауаның бәрі сыртқа шығып кету керек. Жақсылап суды құямыз. Қазір мен бұл жерге су құймаймын, өйткені бұл көшет біреуге алып кетуге дайындалған. Мысал ретінде ғана көрсетіп жатырмын. Мен бұны отырғызып жатқан жоқпын. Суды құямыз. Су отырып біткеннен кейін мына топырақта шөгеді, сосын тағы да мынаны толтырамыз. Су құйдық деп есептейік. Мына топырақты толтырамыз. Жер бетімен теңдей қылып тегістейміз. Толтырдық. Міне, болды. Сонымен біздің отырғызу жұмыстарымыз бітті. Күз мезгілінде отырғызсақ, осы күйе мен көктемге дейін бұл ағашқа ештеңе де жасамаймын, тиіспеймін. Тек қана бір ғана жасайтын нәрсе, ағаштың бұтағын қысқарту керек. Өйткені қанша біз тырыссақ та, оның тамырларын мүмкіндігінше сақтап қалуға тырыссақ та, мұның үстін қараңыз, ол не деген биік. Ал тамырларына келетін болсақ, ол қанша айтқанмен де ол зақымданды. Сондықтан тамыр бөлігі мен үстіңгі бөлігін сәйкестендіруіміз керек. Оны қысқартуымыз керек. Қысқартамыз. Төменгі бұтақтарын бірдей деңгейде шамамен, ортаңғы діңгекті
жоғарырақ алып осы күйінде қысқартып қоямыз. Біз сәйкестендірдік, тамыр зақымданды, үстіңгі бөлігін біз қысқарттық. Сол кезде тамырдың мүмкіндігі көшетті азықтандыруға жететін болады. Егер қисайған бұтақ болса, ана жерге бір ағашты қағып, мен жіппен байлап түзеп қойсаңыздар да болады. Әдістері көп. Жаңағы отырғызған көшетіміз осы күйі қалдырдық, бұтақтарын кішкене қысқарттық. Ал көктемде егер көң шірінділер болса, осының үстінен тастаймыз да, тағы бір рет топырақты былай қосып шығамыз, көңмен топырақ араласатындай қылып. Суды үстінен құясыз ғой, содан кейін ол түбіне тамырына бәрібір барып жетеді. Астына тереңге қалдырғанмен оның қажеті жоқ болған. Тамыр жеткенше оның бәрі сумен шайылып та кетуі мүмкін. Егер андай минералдық тыңайтқыштар болса, ол тез ғана суға шайылып кетеді. Оны шұңқыр жасап, оның астына тыңайтқыштар салған, оның да тиімділігі аз болады. Сондықтан да көктемде үстінен береміз, не берсек те. Азот, фосфор, калий комплексті тыңайтқыш болса, мұнда кішкене ғана 10 сантиметрдей алып, қазып, соған салып, қайта көмістесақ болады. Немесе жаңағы көңдерді айналасына тастап, солай жан-жағын жұмсартып қопыстық қоямыз. Бұл бізде енді 5-6 жылдық өрік ағашы. Қараңыздар енді бұтағының қай жерге дейін жеткені. Бұтақты не үшін айтып отырмын? Бұтақ қандай көлемде болса, тамыр да сондай көлемде шамамен болады. Үстіңгі бөлігі мен астыңғы бөлігі шамамен сол көлемде болады. Енді бұтақтың жеткен жерін мына жерді қарайтын болсақ, міне мынаған дейін жетіп тұр. Тамырдың жеткен жері мына тұста. Бұл деген неден кемінде 1,5 метр қашықтық. Діңгектің орналасқан жерінен 1,5 метр кем дегенде 1,70-80 де болуы мүмкін. Бір бағытта. Ана жағы тағы да сондай қашықтыққа. Енді шұңқыр отырғызған кезде шұңқыр біз 1 метр қазайық, 1,5 метр қазайық, оның бәрі ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені тамыр ол орында тұрмайды. Ол 1-2 жылдан кейін ол алысқа кетіп қалады тамыр деген. Сондықтан да оны шұңқырды қазып, ішіне қиналып, біреу-екеу болса жарайды ғой, енді аз мөлшерде болса, оны істей беруге болады. Егер де көп болса, бір 10 шақты болса, немесе 100 шақты түптер болса, оған ондай қиналып, ондай шұңқыр қазудың ешқандай қажеті жоқ. Пайдасы да жоқ. Өйткені тамыр бір орында тұрмайды, мен көрсетіп отырмын. Бұлай кетті, қазір мына тұста деп шамалап айтсақ болады. Ол шұңқырдың көлемінде өспейді тамыр еш уақытта. Сондықтан да отырғызғаннан кейін жан-жағын үнемі осы күректің тереңдігінде ғана осылай жұмсартып отырса, сол ғана пайда береді. Одан артық бұған ешқандай шұңқырдың да басқандай ештеңе керек жоқ. Осылай ғана қопсытса, соның өзі тамаша пайда береді. Топырақтың беті жұмсарып тұрса, асты жағы өз-ақ жұмсарады ол. Енді көшетті отырғызудан бөлек тағы бір жағдайды қарастырайық. Көшетті мені сатып алып келдіңіз, мен таңдап әдемі көшеттер, бірақ отырғызуға уақытыңыз болмай жатыр. Не істесе болады? Топырақты, ылғал топырақты осылай қазамыз, бір жағын кішкене қиғаштау деп, осылай ылдилап. Осы тамырдың тереңдігі сиятындай топырақ ылғал болған дұрыс. Ылғалдық жоқ болса, су сеуіп, ылғалдандырып қою керек топырақты. Содан кейін көшетті осы шұңқырға саламыз да, қиғашынан жатқызамыз былай. Жатқызып қойдық. Міне ылғал топырақтан ауа кірмейтін қылып салып қоямыз. Ол топырақ ол табиғи, өзінің тамырға, өзінің табиғатына жақын нәрсе, сондықтан да осы күйінде ол жақсы сақталады. Бұл күйі енді апталап та қоя берсе болады. Егер мүмкіндік келмей жатса, әркімде әрқалай жағдай болады ғой енді. Біреуде болады мүмкіндік, біреуде жұмысы шығып тұрады деген сияқты. Осылай ылғал топыраққа көміп, осылай сақтап қоямыз. Тамыр толық жабылды. Осылай қиғашынан жатқан күйі бас жағын кішкене көтеріп, топыраққа осылай ылғалдығын байқаңыздар. Міндетті түрде ылғал болу керек, құрғақ топырақ болып қалмасын. Оны пакеттерде алып келеміз ғой. Әдетте көшетті пакетте алып келіп, пакетті жақсылап орап, оны ауа кіргізбей қойып қоям дегенмен, пакеттің іші терлейді де, бір 2-3 күннің ішінде тамыр шіріп кетуі мүмкін, егер пакетті жақсылап орасаңыз. Егер оған тесіп қойсаңыз, немесе анандай мешоктар, ашық ондайға ораса, ол ауаның ішінен ауа жүреді де, тамыр ол кезде де кеуіп құрғап кетеді. Оның екеуі де жаман. Құрғағанда жаман, шіріп кеткенде жаман. Сондықтан да осы
табиғи өзінің ортасына уақытша осы күйге орналастырып қоямыз. Міне осы күй енді апталап тұра беруге болады. Бұл кейбіреуде енді көп көлемде болуы мүмкін. Енді 100 көшет отырғызатын болса, оның бәрін бір күнде отырғыза алмайды. Осылай көміп қояды, кейін шетінен алып қажетін үлгергенше отырғыза береді.